Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі су тасқынынан зардап шеккен қазақстандықтарға жан-жақты қолдау көрсетті. Төтенше жағдай жарияланған аймақтардағы 5000 отбасыға атаулы әлеуметтік көмек мемлекеттік органдарға жүгінбей-ақ автоматты түрде тағайындалды. Сондай-ақ төтенше жағдай кезінде 4000-ға жуық азаматқа, оның ішінде балаларға мүгедектікті қайта куәландыру мерзімі автоматты түрде ұзартылып, жәрдемақылар бұрын белгіленген топтарға сәйкес төленді. Зейнетақылар мен жәрдемақылар уақытылы және толық көлемде банктік шоттарға аударылды. Су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға көмек көрсетудің жеделдігін қамтамасыз ету үшін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен бірлесіп, арнайы мобильді қосымша әзірлеп, 10 өңірде іске қосты. Ол азаматтардан келтірілген шығынды өтеу туралы өтініштерді қабылдауға мүмкіндік берді. Зардап шеккендердің мүлкіне техникалық аудит жүргізу үдерісін автоматтандырды. Сондай-ақ цифрлық форматта келтірілген залал мөлшерін бағалау жөніндегі комиссиялардың жұмысын қамтамасыз етті. Министрліктің аймақтық департаменттерінің 30-дан астам қызметкері су тасқынына қарсы іс-шараларға белсенді қатысып, өзен жағалауларын нығайтуға, бөгеттер салуға және эвакуациялық пункттерді ұйымдастыруға атсалысты. Министрлік серіктестері де зардап шеккендерге көмек көрсетті. Мысалы, Қазақстан-Ресей медициналық университеті солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарына заманауи жабдықталған медициналық кешендер жіберді. Дәрігерлер уақытша орналастыру пункттерінде және ауылдарда тұрғындарды тексеріп, дәрі-дәрмектер мен азық-түлік үлестірді. Балаларға, қарттарға және ерекше медициналық қолдауды қажет ететін азаматтарға ерекше назар аударылды. После чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводков, Қазақстан аумағында су тасқыны салдарынан туындаған төтенше жағдай кезінде біздің арнайы жасақ Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп бірінші болып көмекке келді. Біз Қостанай облысы мен Петропавлда белсенді жұмыс істедік. Петропавлға алғашқылардың бірі болып келіп, халыққа медициналық жәрдем көрсеттік. Қолдау қандай болды? Біз су тасқынынан зардап шеккендерге эвакуациялық лагерлерде көмек ұйымдастырып, су тасқыны орындарында қалып қойған адамдарға жәрдем бердік. Су тасқынына қарсы іс-шараларға кәсіподақтар да белсенді қатысты. Еліміздің 5 өңірінен зардап шеккендерге 225 миллион теңге материалдық және 14 миллион теңге гуманитарлық көмек бөлінді. Кәсіподақ мүшелерінің үйлерінен айырылған отбасыларына тұрмыстық техника алуға арналған 100 мың теңгелік 45 сертификат табысталды. Кәсіподақтар федерациясының санаторийлерінде 179 адам орналастырылып, медициналық, психологиялық және құқықтық көмек алды. Кто на 70? Сейчас находимся в областном реабилитационном центре. Қазір біз облыстық оңалту орталығындамыз. Өкінішке қарай өңірімізде су тасқыны болуда. Сол себепті уақытша осында орналастық. Осы жерде бізді жақсы күтіп алды. Бұнда таза, жылы, әрі күніне 3 рет тамақтандырады. Бәрі де өте жақсы ұйымдастырылған. Қажет медициналық көмек те бар. Су тасқыны кезінде 118 арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы штаттық режимде жұмыс істеп, қарттар мен мүгедектігі бар азаматтарға қажетті көмек көрсетті. Жергілікті атқарушы органдар 36458 отбасыға 13 миллиард 400 миллион теңгеден астам сомаға көмек көрсетті.